Бәлкім біз барлығымыз үміті үзілмейтін мына дүниенің сағынышынан жаралған шығармыз. Ал айналасындағы адамдардың бәрін сол сағынышынымен аялағысы келіп тұратын және соған қалтқысыз сендіре алатын қасиет жүрегі алып адамдарға ғана тән. Бұрынғы Торғай облысы Аралбай ауылында Бейсекей атамызбен Базаркүл әжеміз 1938 жылы отау құрды. 1939 жылы Қаратай әкеміз дүниеге келді. Бейсекей атамыз 1942 жылы майданға аттанып оралмады. Базаркүл әжеміз Қаратай әкемізді 1960 жылы Айжан анамызға үйлендірді. Сол жылы тамыз айында Қаратай әкеміз қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Семей, Аягөз қаласына әскери борышын өтеуге кетіп, 1962 жылы желтоқсан айында әскерден оралды. Бір жылдан соң 1963 жылдың желтоқсан айында тұңғышы Қалабай дүниеге келді. Содан соң қыздың үлкені Ақбалдақ 1965 жылы, Ақшабақ 1968 жылы, Ақкүміс 1970 жылы, Ақмарал 1973 жылы, Рауан 1975 жылы, Ақбаян 1977 жылы, Жаңабай 1979 жылы, Жанай 1981, Асан Үсен 1984 жылдары дүниеге келді. Қаратай әкемізбен Айжан анамыз 11 баланы дүниеге әкеліп, Базаркүл әжеміз 11 немересін көріп, 2002 жылы дүниеден озды. Қаратай әкеміз Айжан анамыз Аралбай ауылынан 2004 жылы Ақмола облысы Жақсы ауданына қоныс аударды. Аралбай ауылында әкемізбен анамыз жұрт арасында өте сыйлы кісілер болды. 2007 жылдың қараша айында егіздің сыңары Асан денсаулығына байланысты дүниеден өтті. 2008 жылы қаңтар айында Қаратай әкеміз денсаулығы сыр беріп дүниеден озды. Жақсы ауданынан 2014 жылы Айжан анамыз Ақмола облысы Жібек Жол ауылына балаларының ортасына көшіп келді. Алды үміт, арты өкініш, алдамшы өмір өзекті жанға бір өлімнің бар екенін көрсетіп ақ келеді. Оған тойымсыз қара жерде куә. 82 жасына қараған шағында 2021 жылдың қазан айының 16 күні әжеміз Айжан дүниеден озды. Айжан анамыз осы күнге дейін 11 бала, 40 немере, 47 шөбере сүйді. Ана сүтімен нәр алып, әке қанымен өскен ұрпағы бүгінгі таңда елдің игілігі үшін қызмет етуде. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге? Келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай? Жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалған-ай. Амал бар ма? Өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің. Ай, өтеді сымырай, шалған өмір ай.
қалай өтіп өмір жалған-ай, әуресіне салған-ай, салған-ай. Амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді зымырай, жалған өмір-ай. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқарта, бара жатыр қос қайта. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Bir жалт етіп өте шыққан сезімде. Құстар сызылтып ән салады, сол әнімен тербетеді даланы. Адамдар күліп бастап өмірі, кетерінде жылай да алмай қалады. Жылай да алмай қалады.